Армысыздар, хабар арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Ақсәуле Әлжан. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен барды. Бірнеше өндіріс орнының жұмысымен танысты. Мәселен, аймақта 262 мың шаршы метрге жуық тұрғын үй пайдалануға берілсе, көп жылдан бері жаңартылмаған 33 көп қабатты үй жөнделіпті. Бұл құрылыс қарқыны ұлғайғанының белгісі. Жүзеге асырылған жұмыстардың көлемі 84,5 миллиард теңгеге жеткен. Ол былтырғымен салыстырғанда 11,6%-ға артық. Сондай-ақ елбасы сапар барысында Қазақстан Халқы Ассамблеясының республикалық форумына қатысты. Әріптесім Жұрағат Баманның сюжеті. Экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін шағын және орта бизнесті дамыту қажет. Қазақстан дағдарысқа қарсы шаралардың бір ретінде осы бағытты таңдады. Бүгінде еліміздің әр өңірінде жеке кәсіпкерліктер дамып, бизнес ошақтары сан түрлі салаларда қызмет көрсетіп, өз аймағының өсіп өркендеуіне үлес қосып келеді. Батыс Қазақстан облысы да бұл үрдістен кенде емес. Қазір өңірде мұнай газ өндіру, металл өңдеу және машина жасау, ауылдық шаруашылығынан басқа құрылыс материалдарын шығару салалары жақсы дамып келеді. Соңғысына тоқталсақ, жуырда елбасы үкіметтің кеңейтілген отырысында биыл елде 1,5 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үй салынатынын айтқан болатын. Осыған арқау ретінде президент отандық құрылыс материалдарын өндіруші компанияларға кәсіптерін сергітіп, үй салу науқанына белсенді атсалысуға үндегенді. Түйткілді мәселе қазір батыс өңірде оң шешімін тауып келеді. Осыдан 2 жыл бұрын Оралда Қазақстанда баламасы жоқ үй құрылысы комбинаты ашылғанда. Кәсіпорын жылына 50 мың шаршы метр панель әзірлеп, қолжетімді баспана және ескі үйлерді асырып орнына жаңа үйлер салу бағдарламасына қатысуда. Бұнда 70-тен астам адам жұмыспен қамтылып отыр. Елбасының батыстағы сапары осы жерден басталды. Нұрсұлтан Назарбаев өндіріспен жете танысып, жұмысшылардың қал жағдайын білісті. Президент қазіргі қысылтаяң шақта Батыс Қазақстан облысы Қазақстан экономикасының дамуына лайықты үлес қосып отырғанын айта келе. Бұл істің бәрі айналып келгенде жергілікті қауымның бір ауыздылығы, түрлі ұлттар мен ұлыстардың достастығы мен бірлескен амалдар арқасында сәтті жүзеге асып отырғанын айтты. Қаншалықты қиын болса да, қажырлы еңбек арқасында дағдарысқа тойтарыс болу мүмкін деді елбасы. Экономике глобальной, мировой экономике трудно, и нам трудно. Но Казахстан твердо стоит на ногах, имеет резервы, имеем возможность поддерживать рабочие места, никого не сокращая. Значит, кризисы приходят, уходят, люди остаются. Поэтому правильно вы сказали, самый главный источник – это работа. А работа есть, кто захочет. Поэтому создавать такие комбинаты и предоставлять рабочие места – это наша обязанность государства. А работать это ваша обязанность. Айтқанымыздай, комбинатта тұрғын үйлердің дайын қабырғалары жасалып шығарылады. Яғни көп қабатты баспананы салу мерзімі қысқартылып, өндірісте қолданылатын материалдардың толықтай қазақстандық болуына байланысты оның сапасы да жоғары болады. Тұрғын үй салуға қажетті осындай дайын қабырғаларды жасап шығару үшін ең алдымен су, құм, тас, цемент араластырылып, ол сұйықтық арнайы жылыту камерасына жіберіледі. Онда лазерлік аппарат арқылы ол тез қатып, осындай бетон пайда болады. Кейін бұл құрылғыда есік, терезе жасап шығару үшін бетоннан ойықтар жасалады. Кейін қабырғаны жылылап, осындай арматура темірлермен бекемдейді. Дайын өнім міне осындай. Мамандардың сөзінше бар болғаны 2 ай ішінде 9 қабатты үйді осындай тәсілмен салып шығуға болады. Біздер қазіргі кезде 3 үйді тапсырдық. Несі көлемі деген 22 мың шаршы метр, бұйылдыққа деген қазіргі біздің немізде жоспарымызда 40 мың шаршы метр салуға. Оған деген бүкіл қазір жағдай бар. Кәсіпкерлердің қолдауы арқасында өңірде әлеуметтік маңызды нысандар бой көтеруде. Бизнес өкілдері ұлыға тағзым ретінде жуырда мемлекетпен әріптестік негізінде Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалиннің 80 жылдық мерейтойына орай шаһарда мәдениет және өнер орталығын ашқан. Аумағы 3000 шаршы метрден асатын нысанда жазушының мұражайы мен жеке кітапханасы, 1125 орындық амфитеатр, бірнеше мәжіліс және көрме залдары жұмыс істейді. Нұрсұлтан Назарбаев өңірдегі ірі өнер ордасына айналған бұл ғимаратты да аралап, облыстың зиялы қауым өкілдерімен тілдесті. Қадыр Мырзалиевті мен жақсы білуші едім, қалжың жасап жүруші едік, менен біраз үлкен болатын. Ол енді
өте үлкен артында із қалдырған адам Қазақстанда өзінің өлеңдеріменен, прозасыменен, болмысыменен адамгершілік. Сондықтан мына салғаны өте жақсы. Хорошо, что такое есть центр, где могут встречаться все творческие люди. Вот я 2 года никак не мог приехать. Вот, заставил аэропорт наконец сделать, чтобы вам тоже было хорошо. Из-за того, что я нажимал, быстрее сделали аэропорт. Видите, польза для области. Елбасының жұмыс сапары кезінде жергілікті ассамблеяның «Біздің қуатымыз бірлікте» атты тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған форум ұйымдастырылды. Президент онда егемендік жылдары еліміздің айтулы жетістіктерге жеткенін еске ала келе, Батыс Қазақстан өңірінің оған қосқан елеулі үлесін атап өтті. Қазіргі экономикалық ахуал мен жетістігіне де тоқталды. Мы выделили средства, и сегодня из 6 районов 3 проложены автомобильные дороги общей протяженностью почти 500 километров. Я думаю, довольны. Сол ауылдағы адамдардың барлығы риза шығар. Жол деген өте керек нәрсе ғой. Почти все население области газифицировано. Такого никогда не было. Из национального фонда выделено 2,6 миллиарда тенге. Все, что мы сегодня делаем, мы делаем для простых людей, для человека труда. Мемлекет басшысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының еліміздің қоғамдық саяси тұрақтылығын және экономикалық табыстарын нығайтудағы рөлін атап көрсетті. Ел бірлігі нығая түсуіне Батыс Қазақстан өңірінің тұрғындары да сүбелі үлес қосуда. Облыстағы 90-нан артам этнос өкілдері арасындағы түсіністік пенен татулықтың арқасында көптеген табыстарға қол жеткізілді. Орал өңірінде 50 ұлттық мәдени орталық табысты жұмыс істеуде. Ең басты құндылығымыз ел бірлігін дамытып, ортақ отанымыздың өркендеуі жолында бірге еңбек етіп жатырмыз, етейік. Қоғамда түсініспеушілік, тайталастық, араздық секілді жайттар орын алатыны заңдылық. Десе де, бейбітшілік пен тұрақтылықтың құнын тек жоғалтқанда ғана білесің. Украинадағы шиеленістерді бастан өткеріп, Қазақстаннан пана іздеп келген отандасымыз осын айтты. Это естественно, ведь человек ищет для жизни место, где есть мир и спокойствие. К сожалению, мой родной город Луганск стал известен миру в связи с трагическими событиями. Мы с семьей покидали город последним поездом под разрывы бомб. Мне и моим соотечественникам пришлось пережить многое. Поэтому слова «стабильность» и «согласие» сегодня для меня – это смысл жизни. Мы с семьей приехали в Казахстан из Украины совсем недавно и были приняты как родные. Сейчас я живу и работаю в Актабе. Спасибо вам большое за возможность быть услышанными. Для нас это очень важно. Кезінде ата-бабамыздың тер төккен еңбегінің жемісін қазір өскелең ұрпақ көріп келеді. Егеменді елдің ұрпақтары енді осы сабақтастықты ары қарай жалғастырып дамытуы қажет. Оған білімді де ынталы, жігерлі жастар тәрбиелеу қажет, деді президент. Бұрын соңды болып көрмеген ел құрдық. Оның терезесін басқа елдерменен тең еттік. Дүние жүзі сыйлайтын Қазақстан болды. Барлық жерге барсаң Қазақстанды білетін болды. Осының барлығын біз сіздерменен бірге жасадық. Біз істеген шаруаның барлығын, біздің буынның тік тұрып көтерген жүгін келешек ұрпақ дәл осындай қып көтеріп алды қарай жылжа берсін. Отанымыз дамып, халқымыз берекелі болсын, бақытты болсын деп тілеймін. Президент алдағы сайлауға жұмылған жұдырықтай қатысуға үндеді. Әрбір адамның даусы қаншалықты маңызды екенін айтты, азаматтардың қоғам алдындағы міндеттерін еске салды. Самое главное, конечно, вы все поддерживаете, я знаю, но могут сказать: да ладно, я не пойду сегодня, и так проголосуют, все равно изберут Нур Отан. Вот так нельзя, потому что явка, так называется это, приход каждого к урне голосования имеет огромное значение для Казахстана перед мировым сообществом. Это будет говорить, что Казахстан един, и народ един в устремлении, избирает эффективный, действенный парламент, который будет вести страну вперед. И тогда больше придут к нам инвестиции, и тогда больше мы будем строить новые объекты.
Қорытындылай келе, елбасы әрбір қазақстандықтың, жасы мен кәрісінің елдік пен тұтастыққа қосып отырған үлестері үшін қажырлы еңбек етіп, елдің дамуына ықпалдасып отырғанына алғыс білдіріп, тыныштық пен денсаулық тіледі. Я хочу благодарить вас всех за поддержку, за ваш созидательный труд, огромную любовь к нашей Родине. Желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ағайын. Салтанатты шара концерттік бағдарламаға ұласты. Сахна шеберлері театрландырылған қойылым қойып, ән де шырқады. Жұрағат Баман, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Батыс Қазақстан облысының жағдайымен танысып, нақты тапсырмалар берген соң елбасының жұмыс сапары Ақтөбе облысында жалғасты. Осы сәттерде елбасы агроөнеркәсіптік кешеннің жұмысымен танысып, ірі қара мал биржасын құруды қарастыруды тапсырды. Сондай-ақ жылыжайда жергілікті өндірушілердің тауарларымен танысып, кәсіпкерлермен тілдесті. Әріптесім Мұхтар Ыбырайым жалғастырады. Мемлекет басшысының батыс өңірлерге жұмыс сапары Ақтөбеде жалғасты. Мұнда президент ұшағы Астана уақыты бойынша кешкі сағат 7-лерден өте келіп қонды. Нұрсұлтан Назарбаевты облыс басшысы Бердібек Сапарбаев қарсы алды. Елбасы көп кідірместен нысандар аралауға кірісті. Ақтөбе жылыжай кешеніне келді. Мұнда облыстың агроөнеркәсіптік кешенінің аяқ алысымен танысты. Президентке ет, өсімдік, сүт шаруашылығындағы жұмыстар баяндалды. Облыс өңіраралық кооперацияны дамытуға ден қойып отыр. Әсіресе мал бордақылау алаңдарын құруға көңілі ерекше. Бұл орайда көрші облыстармен бірлесіп 44 000 бас мал бордақылайтын алаң құруға кірісті. Сөйтіп, ет өңдеуді 28 000 тоннаға дейін жеткізбек. Біз үш жақты меморандумға қол қойдық. Ол Ақтөбе облысы, Қостанай облысы, Батыс Қазақстан облысы және ауыл шаруашылық министрлігі, сосын Иналка компаниясы. Иналка компаниясы осы ет кластеріне олар қаражаттай өз көмегін көрсетеді, ал мынау үш облыс өз мал бордақылау алаңдарынан ет комбинатына ет тапсырады. Сондықтан біздер 2020 жылға дейін 20 000 тоннаға дейін экспорттық әлеуетті артырамыз ба деп жоспарлап отыр. Биыл Ақтөбе облысында индустриялық аграрлық аймақтың құрылысы басталды. Отбасылық шағын фермалар бойынша да пилоттық жоба жүзеге асуда. Оған 2,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Елбасы тапсырмасы бойынша ірі қара мал биржасын құруда қарастырылуда. Президент жылыжайда жергілікті өндірушілердің тауарларымен танысып, кәсіпкерлермен де кездеспек. Нұрсұлтан Назарбаев жылыжайдың да жұмысымен танысады. Аумағы 3 гектарды алып жатқан кешен жылына 1,5 мың тонна қызанақ береді. Негізгі нарық Ақтөбе облысымен көрші Ресей. 3 гектар салынды, енді тағы 3 гектар салайын деп жатырмыз қиярға. Қиярды өсіреміз. Негізі мына іште теплицаның іші өте жақсы, технология өте жоғары. Қазір мына жалпы 63 адамға жұмыс беріп жатырмыз. Осы маңайда тұратын адамдар бәрі. Президенттің бұл өңірге жұмыс сапары ертеңде жалғасын табады. Елбасы индустриялық нысан мен Назарбаев зияткерлік мектебіне барады деп жоспарланған. Бұдан бөлек жастар форумына қатысады деп болжануда. Мұхтар Ыбырайым, Қанат Әбілдин, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе облысы. Саяси науқанды қадағалайтын шетелдік байқаушылардың қатары толықты. Бүгін орталық сайлау комиссиясы түрлі халықаралық ұйымдардың және бір шетелдің атынан 37 адамды тіркеді. Сөйтіп, аккредитацияланған байқаушылардың саны 345-ке жетті. Ал оларды тіркеу 14 наурызға дейін жалғасады. Сондай-ақ бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясы атынан мәжіліс сайлауына 451 бюллетень әзірленетіні анықталды. Айта кетейін, кандидаттарды ассамблея мүшелері 21 наурызда дауыс беру арқылы таңдайды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы сайлайтын Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлау бойынша сайлау бюллетенінің мәтінін біз бекітіп отырмыз. Сосын сайлау бюллетенін қорғалу дәрежесінде осы қаулы бойынша белгілеп отырмыз. Ал Қарағандыда ТМД байқаушылар миссиясының өкілі Евгений Козяк аймақтағы ең ірі сайлау учаскесінде болды. Сондай-ақ облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқара Аймағамбетовпен кездесіп, өңірдің электоралды науқанға дайындығымен танысты.
Төрағаның айтуынша, облыстағы 788 сайлау учаскесінде дауыс беру үшін барлық жағдай жасалған. Тіркелген үміткерлердің саны 886 болса, олардың 125-і облыстық, ал қалған 761 адам қалалық және аудандық мәслихаттарға сайлауға түспек. 20 наурызда аймақтарда саяси доданы миссияның 300-ден астам өкілі қадағалайды. Большой объем работы связан с раздачей, распространением. Шақыру қағаздарын тарату, сайлаушылар тізімін нақтылау бойынша үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Менің ойымша, сайлау учаскелері барлық қажетті заттармен, құрылғылармен толық жабдықталған. Шетелден жаңалық, европалықтардың көбі Шенген аймағынан бас тартуға әзір екен. Оған кәрі құрлық елдерінде жүргізілген сауалнаманың қорытындысы дәлел. Мәселен, бір ғана Италия тұрғындарының 56%-ы елге кіретін есіктерді жауып, шекаралық бақылауды күшейту керек деп санайды. Ал франциялықтардың 40%-ы олармен келіссе, бұл идеяны германиялықтардың 19%-ы ғана қолдайды. Әлеуметтанушылардың айтуынша, зерттеу нәтижелері тұрғындардың Еуроодаққа деген сенімінің төмендегенін көрсетеді. Елдегі жаңалықтар. Көктем келді, жері қарға орам жатпағанмен ауа райы солтүстікте әлі де қыстан кем түспейді. Ал Ақтөбеде тіпті бұршақ жауып, күн райы күрт бұзылды. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары жедел штаб құрып, күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Мереке күндері орта жолда суықта қалып қойған 32 адам құтқарылып, қар құрсауынан 25 бірлік техника шығарылған. Ал Ақтауда толассыз жаңбыр жауып, нөсер салдарынан қала ішіндегі жолдарды су басқан. Әсіресе адам көп жүретін оқу орындар мен базарлардың маңында жүріс-тұрыс қиындаған. Атқарушы органдар жолдарды ретке келтіруде, қазірде 3 арнайы техника, 6 моторлы су сорғыш құрылғылары мен 40-қа жуық адам тартылған. Бір өңір суықтың салдарын тартып, бір аймақта нөсерлі жаңбыр жауса, оңтүстіктегі ағайын жеміс ағаштарын отырғызуда. Оңтүстік Қазақстан облысында биыл 3300 гектардай аумаққа жеміс ағаштары отырғызылмақ. Көктем ерте шығып, ағаштар тез гүл ашқан соң, бағбандар алма, шабдал ағаштарын бұтап, зиянкестерге қарсы дәрі шашуда. Өзіңізді қызықтырған ақпарат болса, хабар.kz сайтынан таба аласыздар. Аман болайық.